Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліп, подписаться етіп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Бүгін осындай красный бархат увипай цифра тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін біз бірінші красный бархат дайындаймыз. Бізге ол үшін айранға сода қосып, осылай бөлек ыдысқа дайындап аламыз. Сосын құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстінен шекерімізді салып, жақсылап шекері ерігенше, ағарып көпіргенше, осылай миксердің жай скоростынан қатты скоростына шейін жақсылап айналдыра отырып, жақсылап миксерлеміз. Мінеки осылайна миксерлеп шықтым. 4-5 минутта енді айранымызды құямыз үстіне. Сөйтіп сұйық майымызды құямыз. Тағы да араластырып алдым миксермен. Енді ұнымызды саламыз. Ұнымыздың үстінен разрыхителімізді салып, тағы да миксерлеп алатын боламыз. Қамыры қою болғанша осылайнан айналдыра отырып миксерлейміз. Мінеки қамырын бәрін жинап аламыз жан-жағындағы. Енді бізде осындай сухой краситель индийский, осы жарты қасық қостым шайный ложкадан. Көп қосып жіберсеңіздер қатты қызыл болып кетеді. Сол себепті осы жарты шайный ложка қосып, жақсылап миксерлеп жібереміз. Біркелкі қызыл болғанша. Мінеки қамырымыз дайын болды. Менікі А4 форматта осылай 6 санын сызып алдым. Мен торттың размері А4 форматпен бірдей болады. 3 осы рецептпен 3 корж шығады 6 цифрадан. Осылайнан айналдырып отырып, сызған бойымен осылай мешокқа құйып аласыздар да, құйып шығатын боласыздар. Мінеки мен де өстіп құйып шықтым. Бұл коржымызды 180 градуста 7-8 минутта пісіріп алдым. 3 коржды жан-жағы артылғандарын кесіп дайындап аламыз піскеннен кейін. Мінеки осылайнан қойып алдым. Енді увипайды дайындаймыз. Мен водяной баняда осылай Қазақстан шоколадпен сары майымызды ертіп аламын. Енді құрғақ ыдысымызға осылайнан 4 жұмыртқамызды салып алдым. Мінеки енді осының үстінен шекерімізді саламыз. Шекердің үстінен кішкене тұзымызды салып жібердім. Енді осыны жақсылап шекеріміз ерігенше, ағарып көпіргенше жақсылап миксерлеп аламыз. Жай скоростан бастаймыз да, қатты скоростқа дейін қойып 4-5 минуттай осылай айналдыра отырып миксерлеп алдым. Мінеки көпіріп осылайынан ағарып шығады. Енді дайын болған шоколадымызды сәл суытып барып қосамыз. Ыстық болса жұмыртқа пісіп кетуі мүмкін. Сол себепті суытып барып қосып, осылайынан азыздан құя отырып миксерлеп аламыз. Осылайынан миксерлеп алдым. Енді бөлек ыдысқа ұнымызды, какаомызды, разрыхителімізді салып, осылай араластырып алдым. Енді осыны да осы массамызға азыздан қоса отырып, тағы да миксерлеп алдым. Мінеки қою қамыр болғанша осылайынан ұнымызды азыздан қоса отырып миксерлеп алатын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Өйткені какаосы, ұндары түршік болып қалмауы керек. Осылайынан біркелкі сұйық қою. Мінеки дайын болды. Қамырымыз жан-жағын бәрін жинап, осылайынан мінеки осылай қаттылау, сұйықтау қамырымыз дайын болды. Мінеки енді осылай А4 форматқа 0 цифрасын сызып алдым. Осылай пергамент қағазға да сызып алатын боламыз. Осыны мешогымызға салып, айналдыра отырып құйып шықтым. Осылайна айналдыра отырып құйып шығатын боламыз. Бұны да 180 градуста 7-8 минуттан пісіріп алатын боламыз. Осы 0 цифрадан да 3 осы рецептпен 3 корж шықты. Мінеки осылайнан айналдыра отырып барлығын қойып шығатын боламыз. Енді мінеки пісіріп алдым. Енді артылғанын осылайнан пышақтың көмегімен 0 цифрамызды үстіне қоя отырып біркелкі болуы қажет. Сол себепті осылайынан мен кесіп алдым.
жан жағын бәрін алып тастаймыз. Мінекей дайын болды. Біздің үш коржымызда дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Жан жағын кесіп дайындап қоямыз. Енді корждарымыз суығанша кремін дайындаймыз. Мінекей творожный сырымыздың үстінен сахарный пудра и маскарпоне қосып, жақсылап біркелкі болғанша сахарный пудрамыз сәл ерігенше осылайынан артығы болмау керек, араластырып алдым. Енді салқын сливкимізді 5-6 сағат холодильникте тұрған сливкимізді құятын боламыз. Осының үстіне құйып, жақсылап жай скоростан қатты скоростқа дейін 7-8 минут тоқтатпай осылай миксерлейміз. Қою болғанша, мінекей осылайынан миксерлеп алдым мен. Қою болғанша мінекей қатты болып дайын болады, өзі мінекей түспейтіндей болады миксеріңізден алғанда. Енді осы цифраның астына, корждарымыз астына, подложканың үстіне кішкене кремдеріміз жағып, осылай цифраларымызды алдымен 0 цифрасын қойып алып, үстіне осылайынан шариктерімізді шығарып шығамыз. Менде насадканың нөмірі 808. 807-ді пайдалансаңыздар болады. Менде 808-ді пайдаланатын себебім осылайынан шариктеріміз үлкендеу болып, әдемі болып шығады. Осылайынан айналдыра отырып шариктерімізді шығарып алдым. Барлығын осылайынан шығарып алатын боласыздар. 0 цифраға да буфайдың үстіне де осылайынан шариктерімізді қойып шығарып алдым. Осылайынан біркелкі айналдыра отырып буфайдың үстінен де осылайынан қойып шығамыз. Барлығын осылайынан қойып шығатын боласыздар. Екінші слойға да, үшінші слойға да дәл осы кейіпте осылайынан айналдыра отырып құйып шығатын боласыздар. Мінекей құйып шықтым. Осылайынан корждарын енді үстіне қойып шығамыз екінші слоясында. Мен корждарын қойған кезде осылайынан қойып шықтым. Қатты баспайсыздар, қатты бассаңыздар шариктері шығып кетеді. Сол себепті мен қатты баспадым. Осылайынан екінші слойында дәл осылай бірінші слойды қалай шариктерін шығарып шықтым, дәл солай екінші слойды да, үшінші слойды да шығарып шығатын боламыз. Мінекей дәл осылай істеп шықсаңыздар өте әдемі болып, әдемі көрінетін болады. Сіздер де осылайынан жасап шығыңыздар, айналдыра отырып, асықпай, әдемілеп отырып істесеңіздер әдемі болып шығады. Осылай айналдыра берсеңіздер, қолдарыңыз үйреніп әдемі болып шығады. Мінекей үшінші слойында дәл солай жасап шықтым. Енді бетіне осылай мастикадан жазып шықтым. Мінекей енді фруктимізбен апельсин, құлпынай, кивимізді, шоколадтарымызды қойып, жақсылап осылайынан оформление жасап шықтым. Мінекей тортымыз дайын болды. Сіздерде